Сәлем достар, бүгін ет, яғни фарш қосылған оңай пирог дайындаймыз. Алдымен қамырымызға 1 шай қасық сода, 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды ұнымызға салып, жақсылап араластырамыз. Енді бір жұмыртқаны қосамыз. Одан кейін 1 стақан айранымызды дайындап, осы қамырға 1 стақан айранды біртіндеп отырып құйып, қамырымызды илей бастаймыз. Қамырды барынша жұмсақ қылып илейміз. Орташа жұмсақ болады. Дайын қамырды пакетке салып, тындырып қоямыз. 1 жарты сағаттай уақыт тұрады. Ол уақытта салмасын дайындап аламыз. Бізге фарш керек болады. Және 3 штук кішкентай, үлкен болса 2 штук картопымызды 4 бұрышты қылып, кішкентай 4 бұрышты қылып турап жаңағы фаршымызға қосып саламыз. Енді 2 штук пиязды да дәл солай кішкентай 4 бұрышты қылып, жақсылап турап, жаңағы салмамызға қосып салып қоямыз. Барлығын араластырамыз. Тұзын, бұрышын жақсылап қосып, салмамызды дайындап аламыз. Дайын болған қамырды 2-ге бөлеміз. Bir жағын кішкене үлкендеу етіп аламыз, өйткені бұл астыңғы жағында сәл үлкендеу болады. Бұны жақсылап жайып, ұнмен де жайсаңыз болады. Ұнсыз май қосылғандықтан бұл аса бір жабыса қоймайды. Өзіміздің противенге сай етіп жайып аламыз. Дәл осылай үстіңгі қамырды да жайып аламыз. Бұны жаңа астыңғы қамырдан сәл кішірек қылып жайсақ болады. Вилкамен тесіп, немесе пышақпен тесіп жібереміз. Мінекей противенге астыңғы қамырды салып, үстіне салмасын салып, жақсылап қойып шығамыз салманы. Одан кейін үстіңгі қамырды қоямыз да, өзімізге қалай ыңғайлы солай бекітіп шығамыз. Біреулер әдемілеп, гүлдеп те жасап жатады. Жай ғана осылай бекітіп шығуға да болады. Әдемі болып шығады. Мінекей қамырымыздың үстіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Одан кейін пешке, ысып тұрған пешке саламыз. 180-200 градуста пісіп шығады. 40 минуттай. Тартылған ет қосылған пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып піседі. Бұны енді ыстықтай дастарханға ұсынсаңыз өте керемет. Ас болсын, сізде жасап көріңіз. Өте дәмді, жұмсақ пирог шығады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алда уақытта оңай әрі пайдалы дайындалатын тағамдарды бөлісіп отырамын.